сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube көрермендер? Бүгінгі раскладымызды пауза или конец деп көретін боламыз. Қарым-қатынастарыңызды ойлаңыздар, жұбыңызды ойлаңыз, каналға жазылуды ұмытпаңыздар, лайк басып отырыңыздар, комментарияға пікірлеріңізді жазып. Қазір қарым-қатынастарыңызда тоқтап тұр, иә? Бұл соңы бітті ме, жоқ әлде қайта жалғасу болады ма деп көреміз. Комментарияға бас әріптеріңізді жаза кетсеңіздер болады, немесе туылған жылдарыңызды, чтобы расклад сіздікі болу үшін энергия алмасу жасағандарыңыз дұрыс. Енді қарым-қатынастарыңызда тоқтады ма, жоқ әлде ары қарай сағы жалғасу болады ма деп көрейік. Қарым-қатынастарыңызда бұл жерде қарым-қатынастарыңызда қазір уақытша пауза деп көрсетіліп тұр негізінде, бірақ бұл жерде бір нәрсе үлкен өзгеріс болады деп көрсетіліп тұр. Қарым-қатынастарыңызда бұрынғыдай формат болмайды. Бұрын қандай форматта қарым-қатынас жасадыңыздар, қазір енді болашақта пауза ғой. Бірге болған кезде қарым-қатынастарыңызда өзгерістер болады деп көрсетіліп тұр. Қандай өзгерістер деп көрейік, ол өзгерістер. Қандай өзгерістер? Сіз более суық болуыңыз мүмкін. Бұл жерде ер адамды, әйел адамды көріп отырмыз, әйел адам деп айта берейін, қыздар. Қыздар бұл жерде суық болуы мүмкін қарым-қатынаста. Яғни өздеріңіз қыздар бұл жерде шарт қоюы мүмкін. Егер де қарым-қатынас жалғастырған кезде надай болсын деген сияқты шарттар қою, ер адамнан уәделерді алуға тырысу деген нәрселер көрсетіліп тұр. Және бұл жерде ортақ баланың болғанын қаламау, әйел адам, әсіресе қыз адам. Егер де күйеуіңізбен қарым-қатынас көріп отырған болсаңыздар, қарым-қатынастарыңыз нашарлап пауза болып жүрген болса, сіздер болашақта жаңа балалы болғанды қаламауларыңыз мүмкін, немесе балаға байланысты бір ажырасқаннан кейін нақты мынандай ережелерім бар деген сияқты нәрселерді сіз айтуыңыз мүмкін. Егер де ажырасатын болсаң деген сияқты сондай шарттар. Қыз бұл жерде шарттар қоюымен қарым-қатынас басталады деп көрсетіліп тұр, яғни паузадан кейін да. Бұл жерде ер адам, одан кейін ер адам, паузадан кейінгі қарым-қатынастарыңыз, яғни сізге қатты байлануы, сізге көңілі бар болады алдағы уақытта да, сезім көңілі, бірақ бір кішкене жүрегінің жаралануымен, яғни сізге бір ашық кездесу әрекет жасайын десе, сіздің мүмкін айтқан сөздеріңіз, сіздің қойған ереже талаптарыңыз, соның барлығын ойланып, бұл жерде ер адам көбінесе жауапкершілік деген нәрсені ойлап әрекет жасауы мүмкін деп көрсетіліп тұр. Яғни бір жүрегі жараланып қалу ер адамның. Өйткені бұл жерде әрекет жасайын десе, жаңағыдай бір ішінен бір нәрсе ұстап қалады. Яғни сіз оған қатты сөздер айтуыңыз мүмкін деген сияқты. Немесе қарым-қатынастарыңызда үштік, төрттік болуы да мүмкін. Паузадан кейін қарым-қатынастарыңыз қалай болады? Пауза болады дедік, ары қарай қарым-қатынастарыңыз қалай болады? Одан кейін бұл ер адамнан басқа да қыздарда тағы ер адам болуы мүмкін деп көрсетіліп тұр. Сіздер ұзақ уақыттан бері екі ер адам сізге үміттеніп жүрген болуы мүмкін. Бұл жерде екі ер адаммен жүрдіңіз деп айта алмаймын. Кейбіреулеріңіз жүрген болуларыңыз да мүмкін екі ер адаммен, немесе біреулеріңіз көңілін білдіріп жүрген адам болуы мүмкін, сіз бір ер адаммен жүрген болсаңыз. Яғни әркім өмірде ситуациясы әртүрлі, өзіне керегін алады, керек емес естімегендей ысырып өткізіп жібересіздер. Яғни екі ер адам түсіп тұр, сіздер біреуін таңдау керек боласыздар. Мына паузадағы ер адам, немесе сіздер уже ұзақ уақыттан бергі танитын адам. Ұзақ уақыттан бері қарым-қатынастағы адам ба, жоқ әлде ұзақ уақыттан бері танитын ер адам деген сияқты қыздарға сондай бір таңдау жасауларыңыз мүмкін деп көрсетіліп тұр алдағы уақытта. Ер адамдар көріп отыратын болса, ер адамдарға да айта кетейін, паузадан кейін қарым-қатынастарыңыз сіздерде уже жаңағыдай бейқам, болды менікі, енді
ешқайда кетпейді деген ондай сенімді алып тастауларыңыз керек ер адамдар. Бұл жерде активный огненный король жезловый картасы түсіп тұр. Сіздер пентаклиден жезловыйға ауысуларыңыз керек деп көрсетіліп тұр. Негізінен пентакли көбінесе более серьезный, ответственный ер адам бейнесін көрсеткенмен, бірақ сіздерге бір мінез де керек, бір жалын да керек әйел адам көңілін табу үшін деген сияқты. Яғни бір қалыптылық, отношение болмауы керек, соны қадағалауларыңыз керек деп көрсетті. Қыз бұл жерде сондай қадам күтеді сізден, яғни пысықтықты, көңілін аулауды, мүмкін сыйлықтар беруді, уәделер беруді, әйтеуір енді шамаңыз жеткенше уәделеріңізді бересіздер ер адамдар. Паузадан кейін қарым-қатынастарыңыз қалай болады? Паузадан кейін көбінесе бір-бірлеріңізге көп жаңағыдай отчет бермеулеріңіз мүмкін, қайда баратқандарыңызды, не істейтіндеріңізді білдірмеулеріңіз мүмкін бір-бірлеріңізге, яғни бір-бірлеріңізден жасыратын нәрселер бар болуы мүмкін. Жол жүруге байланысты, немесе бұл жерде жұптар арасында бір-бірін қызғанса да, қызғанбаған кейіп таныту деген сияқты нәрсе көрсетіп тұр. Сізде ол да. Қызғанышын басып өздерін жаңағыдай көрсете білу ер адамдар бұл жерде қызға. Сондай нәрселер болғалы тұр. Паузадан кейін қарым-қатынастарыңыз қалай болады? Паузадан кейін қарым-қатынастарыңыз ер адам бұл жерде үнемі қорқынышта болады деп көрсетіліп тұр. Жоғалтып алам ба? Қарым-қатынасымыз қайта үзіледі ме? Басқа біреумен қарым-қатынас бар ма? Жаңағыда маған адал ма деген сияқты, менен басқа тағы біреумен сөйлеседі ме, немесе қарым-қатынас жасайды ма деген сияқты сіздерді тексеу, тергеу деген сияқты нәрселер болуы мүмкін. Яғни бұл жерде бұл ер адамның басты уайымы басқа біреумен ұсталатын болса, яғни басқа біреу бар екенін білсем не болады деген сияқты өзінің ішкі көңілін солай құлазытуы мүмкін деп көрсетіліп тұр. Яғни егер де болып қалса деген сияқты, сондай нәрсеге дайын болатын сияқты болып тұруы мүмкін ер адам бұл жерде. Яғни ер адам ойлауы мүмкін, егер де басқа біреумен қарым-қатынас жасаса, мен не істеймін, сол кездегі менің эмоциям қандай болады, реакциям қандай болады деген сияқты сондай нәрселерді ойлау көрсетіліп тұр. Яғни жоғалтып алғысы келмейді, сізді үнемі іздеп тұратын болады, әрекет жасау деген сияқты нәрселерді ойлап тұрады, және де тергеп тексеруі де мүмкін қыздар. Сол жағынан сақ болғандарыңыз дұрыс деп көрсетіліп тұр. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ұнаса лайк басыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, комментария өз пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Сау болыңыздар.